ертегілер еліндегі ғажайып бау-бақшаға барайық. Өнім биыл тамаша, көз толмайды қараса, бақша толы күз сыйы, рахмет табиғат анаға. Бақшашы атайдың бақшасында тұрған көкөністердің іштері әбден пысыпты. Қарбыз досым-ау, өстіп жата береміз бе? Қауын осы жақта қала берейік, осы бақшада жатып өсе берейік та атайдың үйінде не бар? Жоқ балам, бұны тепкен дұрыс емес. Бұл біздің жер ананың бізге берген сыйы. Қауын деген осы болады балам. О ата, мұнда тағы да бір қауын жатыр. Жоқ балам, бұл қауын емес, бұл қарбыз. Бірақ екеуі туыс болып келеді. Көкөністерім ай, сендер түгел емессіңдер ғой. Қияр мен орамжапырақ қайда кеткен? Сендер білмейсіңдер ме? Күннің суығында қайдағы шомылу? Оларға кім рұқсат берді? Өздер кетіп қалды ғой. Сендер күннің суығында не істеп жүрсіңдер? Шомылуға таңертеңгі шомылуға кеттім. Маған орамжапырақ айтты. Мен келісе салдым. Сен неге қатты тонып тұрсың? Таңғы салқыннан шығар. Орамжапырақ, сен неге оған қабат-қабат киіміңнен бермедің? Мен оған берсем, мен өзім толып қалам ғой. Қойыңызшы. Содан бері қиярдың денесі бүртік-бүртік болып қалады. Достар, достарына көмектесіп жүріңдер. Достық қымбат өмірде.